Birinchi topshirma. Әріп жауаптарды көрсетілген ретпен қойып, сөзді оқы. Бізге былай қарасақ, мына жерде барлық өрнекте 100-ге бөліп тұр. Сондықтан біз 2-0-ден сызып тастайық әр өрнектен. Бізде мынадай ереже болған. Бөлгіште неше 0 болса, бөлінгіште не сонша 0-ді алып тастаймыз деп. Енді бұл жерде 42-ні алайық. 42-ні 7-ге бөлсек, 6. Яғни 2 0 қалды. Бұл 600 қарпі. Мына жерде 1400 бөлу 7. 14-ті 7-ге бөлсе 2, 2 0-мен 200. 63.000. 63-ті 7-ге бөлсе 9. Яғни аржағында 3 0-ны қойса 9000. 3500 бөлу 7. 35-ті 7-ге бөлсек 5, 2 0-мен 500. 210-ды 7-ге бөлсек тең 30. К. Ал енді 5600-ды 7-ге бөлсек, яғни 56-ны 7-ге бөлсек 8, 2 0-мен 800.